Азизе Жевдеттің артынан бір адам аңдып жүргенін байқап, артынан қуа жөнеледі. Азизені көріп ол адам қашып кетеді. Содан Азизе жүргізушісіне: "Бұл Явуздың ісі, Ұзынқаялардың фермасына кеттік" дейді. Азизе: "Осымен бәрі бітсін деп едім ғой, тағы не жетпеді? Бізді неге жөнімізге қалдырмайсыңдар? Мен өз сөзімде тұрдым, ұлыңды тауып әкелдім саған. Сендер де сөздеріңде тұрыңдар, менің бауырларымнан, көкемнен алыс жүріңдер" дейді. Явуз: "Менің ешкіммен шаруам жоқ еді. Біз енді туыс болдық деп ол жаққа жақсы оймен барған едім. Ал сенің көкең болса, мені өлтірмек болды" дейді. Азизе: "Онда біздің жақта адамдарың не істеп жүр" деп сұрайды. Хамиет ол жақтан адамдарын алып кеткенін айтады. Явуз да: "Азизе елес көрген-ау шамасы" деп мойындамай қояды. Девранның адамы Девранға хабар берген еді. Азизенің артынан Девран келіп жетеді. Явузға: "Азизе менің әйелім, енді оның отбасы менің де отбасым. Оған қарсы келгендерің, маған да қарсы келгендерің. Егер далосамын десеңдер, онда өлімдерің менен болады" деп қайнатасына сес көрсетіп кетеді. Хамиет ұлына: "Азизенің айтқаны рас па? Сен Жевдеттің артынан адам салып қойдың ба" деп сұрайды. Явуз: "Иә, ізіне адам салдым. Ана Жевдет деген неме менен оңайлықпен құтыла алмайды. Біздің заң бойынша өліспей беріспейміз дегенді сен маған үйреткен жоқсың ба" дейді. Хамиет ұлына қарап: "Мына балаға ескірмейді екен, тағы не бүлдірер екен" деп күрсініп ойланып қалады. Девран Азизеге: "Сен өзіңді өзің біліп бұлай кете беремін деп ойлама" деп екеуі сөзге келіп ұрысып келе жатады. Азизе: "Мені жайыма қалдыр" дейді. Девран: "Жарайды, онда түс көліктен" дейді. Азизе: "Мені осында тастап қорқытайын дедің бе? Менің орманда өскенімді ұмытып қалған екенсің" деп көліктен түсіп қалады. Девран өзінше Азизені солай жөнге салмақ болады. Сол сәтте Азизенің артынан Фарук келеді. Фарук: "Ана оңбағанға сенбегендіктен мен сені аңдып жүрген едім" дейді. Азизе: "Өтінем нарласпа" дейді. Фарук: "Жарайды, бірақ сені бұлай айдалада тастап кетпеймін ғой, үйіңе жеткізіп тастайын" дейді. Азизе келіседі. Девран Азизені тастап кеткен жеріне келіп, жоқ екенін көріп іздей бастайды. Жолдағы дүкен иесі қызды бір джип келіп алып кетті, осылай қарай кетті деп көрсетеді. Көлікке отырған Азизе Фаруктың ішіп алғанын байқайды. Фарук: "Мен ол сені таба алмайтын жаққа алып кетемін. Ол саған тисе алмайды" деп қуып сөйлей бастайды. Азизе "Тоқтат көлікті" деп рөлге жармаса кетеді. Арттарынан Девран келе жатқанын байқап, Фарук жылдамдықты арттыра бастайды. Девран "Тоқта" деп Фаруктың көлігіне оқ атады. Фарук қашамын деп рөлді бұрғанда, көлігі жолдан шығып кетіп, Азизе мен Фарук сол жерде жол апатына түседі. Зылиха Сухейлаға ақша керек екенін айтып, "Сізге тігін тігуге көмектесіп, жұмысымды жалғастырсам бола ма" деп сұрайды. Сухейла: "Жоқ, болмайды" дейді. Зылиха өткенде көйлек үшін болса дей беріп еді. Сухейла: "Жоқ, ол көйлек үшін емес, Юсуф үшін. Юсуфтың әкесімен қарым-қатынасы нашарлап кетті. Ол түрмеге де түсті. Осының бәрі сенің кесіріңнен екенін білетін шығарсың. Енді мына жерге қалған кезінде кіруші болма, Юсуфтан алыс жүр" дейді. Юсуф: "Әкесі мен әжесі ауруханадағы қойылым жақсы болды. Мен ауруханада тағы көбірек жатсам, Жевдет мүмкін үйді атыма жазып берер ме еді" дегенін естіп қойып, "Әже, сонда сенің есіңнен танғаның өтірік болғаны ма? Сендер қандай адамсыңдар" деп айғайлай бастайды. Оның айқайын естіп Жевдет жетіп келеді. "Неге айғайлап жатсың? Анам жақында ғана ауруханадан шыққан жоқ па? Бұның не" дейді. Юсуф оның бәрі өтірік екенін айтады. Жевдет шынданып: "Оңбаған екенсіңдер" деп Хашметтің жағасынан алады. Хашмет Юсуфқа: "Сен мынаған не дейді екенсің" деп Зылиха екеуінің фотосын көрсетемін деп телефонын алып шығады. Юсуф жынданып, әкесінің телефонын қолынан жұлып алып лақтырып сындырып тастайды. Хашмет Юсуфты кет деп қуады. Юсуф шығып кетеді. Есік жанында тұрған Зылихаға Сухейла келіп: "Енді бақытты шығарсың, қалағаныңа жеттің бе" дейді. Зылиха жылап жүгіріп кетеді. Юсуф Зылихаға: "Менде енді әкем де жоқ, жұмысым да жоқ. Болмай-ақ қойсын, бірақ менде сен барсың. Сол маған жеткілікті" деп Зылиханы құшақтамақ болады. Зылиха жоқ деп Юсуфтан қашқақтап: "Бұл менің осында соңғы рет келуім. Біз бірге бола алмаймыз. Сен мен үшін ата-анаңмен сөзге келдің. Мен үшін сенің басың бәлеге қалды. Біз бақытты бола алмаймыз. Бірге болуымызға жол бермейді. Қош бол" деп кетпек болады. Юсуф оны тоқтатып ернінен сүйіп алады. Екеуі сол жерде сүйісіп кетеді. Оларды сырттарынан Фидан көріп тұрған еді. Фидан қызғанып жылап қалады. Себебі Фиданның да Юсуфқа деген сезімдері бар екен.
Үйінде отырған Жевдетке Явуздың адамдары келіп, дүкеннің күл-талқанын шығарып, Жевдетке оқ жаудырып атып кетеді. Джимо Ариф арқылы түнгі клубқа официант болып жұмысқа тұрады. Сол жерге Мелис құрбысымен келеді. Оларды жігіттер күтіп отырған еді. Мелис Джимоны көріп біртүрлі болып қалады. Кан Джимоны шақырып, қыздарға ішетін бір нәрсе әкелші дейді. Мелис ішпеймін, ішкім келмейді деп бас тартады. Кан ішпеймін дегенін қалай, іш деп қыстай бастайды. Джимо қыз ішпеймін деп тұр ғой, күштеме дейді. Кан сенен сұрадым ба деп Джимо екеуі сол жерде байланса кетеді. Төбелес басталып кетеді. Төбелес кезінде біреу келіп Джимоның басынан бөтелкемен ұрып қалады. Джимоның басынан қан кетіп, есінен танып, сол жерде құлайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта қорғансыздар түрік сериалының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Сондықтан тіркеліп, қолдау білдіріңіздер.